Есіміңіз қалай? Әсел. Әсел ханым, сіздің бывшийіңіз, жігітіңіз бар ма? О, ну да, это я. Айбай! Ренжімен сізге ойын алып береміз. Бывший дегенде сразу ғана аңғылатып алғандай. Жігітіңіз бар ма? Жоқ. Бывшийіңіз бар ғой онда, иә? Давайте қазір бывшийіңізға звондап 20 мың теңге сұрасаңыз, Мирашевичтің концертіне сізге тегін билет беремін. Қалай қарайсыз? Да, точно? Надан кейін бывшийға точно таңдаймыз да, что-то андай ақой знак сияқты. Ақша беретін адам ба негізі? Жоқ поэзия. Жүргенде беріп пе? Беретін, иә. Есімі? Айтпай қойыңызшы. Бізге келген қыздардың бәрі негізі бывшылардың есімін айтпайды екен. Болашағы көріп қалады деп ойлайды да енді. Алло. Диас. Привет, қалайсың? Привет, жақсы өзің. Жақсы таныдың ба? Жоқ. Мен Әсел. Келді адам привет. Қойсын Әсел. Бір ай сұрайын деп едім сенен. Сұрай бер. 20 мың теңге шыға ма? Ертең қайтарам. Срочно керек болып тұр. 20 мың менде шықпайды ау. Мен қазір жолда келе жатырмын. Қанша шығады? Если честно, ешқандай ақша шықпай тұр да, просто соңғы ақшаны заправка етіпті. Мен басқалардан сұрастырып көрсеші, жалко болып тұр ма? Айналымда жолда кетіретін да, ешкім жоқ та просто. Ладно. Ё-моё. Қалай болады енді? Давайте бүйтейік. Мынаны сындырып алдық. Бывшийіңіз ақша берген жоқ. Енді оның бәрі сізге обидно болмау үшін давайте біз сізге былай да билет бере салайық, а то ұят болып тұр қазір. Мирашевичтің концертіне бұйырса сізді 7 қыркүйек күні күтеміз. Негізі билеттер өте аз қалды. Сізге бұйырып тұр соңғы билеттердің бірі. Кіммен барамын деп жүрмін. Кіммен барасыз біз? Сізбен барайын. Менмен ба? Қалай болады? Бывшийіңізбен бар. Ладно. Порожняк болды. Так, бывший порожняк. Басқа менен басқа кім бар барады? Подругалармен. Болды, бұйырса подружкаңызбен бірге күтеміз. Бізге бір кола. Басқа бірдеме керек па? Жоқ. Оп.